Ассаламу алейкум. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Қалайсыздар? Жалпы бүгінгі сіздермен қозғалатын тақырып бұл Құран жаттаудағы әдіс-тәсілдер деп аталады. Құран жаттаудағы қандай әдіс-тәсілдер бар? Сонымен қатар жалпы әйел кісілерге үй жағдайында бала шағамен болсын, қандай тиімді әдіс-тәсілдер бар? Осыған дейін қолданыста нәтиже берген Құран жаттауға арналған әдіс-тәсілдерді бүгін сіздермен талқылайтын боламыз. Және де сонымен қатар әрбір әдіс-тәсілдің сізге тиімді жолын қалай тапсақ болады? Оны қалай анықтауға болады жалпы, Осы сұрақтардың төңірегінде де сөз қозғайтын боламыз. Жақсы, ендеше біз бастайық. Осындай қазақша контенттерді қолдап, олар көбейсін десеңіз, әсіресе біздің осы діни тұрғыдағы немесе Құран жаттауға қатысты, Құран әдептеріне қатысты алдағы уақытта жаңағыдай видеолар қаласаңыз, онда міндетті түрде контентті қолдаңыз, видеоға лайк басып, комментарийларыңызды жазып, видео пайдалы болса, оны бөлісіп, басқа да достарыңызбен біздің дамуымызға үлес қоссаңыз дейміз сізден. Алла разы болсын. Негізінде жалпы осы Құран жаттаудағы әдіс-тәсілдер өте көп. Оған сенімді түрде айта аламын. Себебі неге десеңіз, бұл әдіс-тәсілдер, яғни қаншама Құран жаттаған адамдар болатын болса, сол адамдардың әрбірі дерлік өздеріне ыңғайлы болған әдіс-тәсілдерді ойлап таба алады. Бірақ әрине бастапқы уақытта сіз ең алғашында осыған дейін қолданыста болған, нәтиже әкелген және де сондай тиімді әдіс-тәсілдерді іздейтініміз айдан анық, Сондай әдістер болса екен, Құран жаттап бастасам екен, сол әдістерді қолданып деп ойлауымыз мүмкін. Әрине ондай әдіс-тәсілдер бар міндетті түрде. Сол әдіс-тәсілдердің біз 3 түрін қарастырамыз бүгін, Алла қаласа. Бұл 3 әдіс-тәсілдің барлығы дерлік осы уақытқа дейін медреселерде көп жағдайда қолданып келген, және де өте үлкен жаңағыдай нәтиже әкелген әдіс-тәсілдер болып табылады. Бірінші әдіс-тәсіл бұл жай ғана қарапайым санақ әдісі деп аталады. Яғни сіз кез келген, мысалға бір аят жаттасаңыз да санақ жүргізу арқылы, яғни 20 рет қайталап, тәспімен болсын, немесе қолыңызбен болсын, шатаспайтын болсаңыз болды. Бір аятты қанша рет қайталағанда, қанша санақ жүргізгенде неше рет қайталап жаттай аласыз, соны білу үшін санақ жүргізіп, осылай жаттасаңыз болады. Мысалға, бір аят емес, мүмкін сіз 20 аят жаттайтын шығарсыз бір күнде. Оны қалай жаттайсыз? Қолыңызға Құранда мысалға аласыз да, бір мысалға 20 аятты сіз оқисыз, Құраннан оқисыз, бір рет оқыдым деп тәспіңізді бір рет тартып қоясыз, 20 аятты екінші рет оқисыз, екінші рет оқыдым дейсіз. Оқыған кезде әрине міндетті түрде бұл жерде әріптердің махраджына, сонымен қатар ол жердегі ережелерге міндетті түрде мән беруіңіз керек. Қалай болса солай, тез оқудың қажеті жоқ. Олай жаттағанмен де ертең дұрыс жаттамасаңыз, ол әрине қайтадан жаттауға алып келеді. Ал сіз қайтадан жаттаған кезде бірінші рет жаттағаннан да қатты қиналуыңыз мүмкін. Көп жағдайда солай болып жатады. Сондықтан ең азы бір күнде 5 аят жаттауыңызды сізге жаңағыдай ұсынар едім, жалпы, себебі нәпсіңізде қиналмайды. 5 аят жаттағанға бір ауыр жүк арқалағандай болмайсыз. Сондықтан үй жағдайындағы нәрсені айтып жатырмын ғой мен қазір. Бала шағамен 20 аят алып қойсаңыз, мысалы, сіз қиналып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан алдымен 5 аятты жаттап алыңыз. Егер сізге 5 аят оңай болып жатса, күнде 10 аяттан жаттаңыз. Солай жаңағыдай санақ жүргізу арқылы осылай жаттасаңыз болады. Осы әдісті қолданып көріңіз. Сізге егер де мысалға бір аятты, мысал үшін жеңіл аят болатын болса, әрине 20 рет қайталамай-ақ, мүмкін сіз 10 рет, 5 рет қайталағанда, оны есіңізде өте жақсы ережемен барлығын сақтап қала алатын шығарсыз. Онда оны 20 рет қайталап қажеті жоқ. 5 рет қайталаңыз, жаттап алсаңыз болды ең бастысы. Бұл жердегі санақ әдісінің мен ойлаймын пайдасы бұл сіздің қанша рет қайталағандағы жаттап алу қабілетіңіз қаншалықты жоғары, соны анықтайды.
Енді келесі екінші әдіс бұл бізде мароккалық әдіс деп аталады. Мароккалық әдістің өте кереметтілігі сонша, ол жерде Құранды жатқа білетін хафыз, мысалға ұстаз, сізге Құранды дауыстап оқып тұрады, сіз сол жаңағы оқып жатқан, ұстаздың оқып жатқан аяттарын жазып, солай жаттауыңыз керек. Яғни бұл әдістің кереметтілігі сонша, сіз тек қана жаттап алмайсыз, оны сонымен қатар көріп отырып, әрине ережемен барлығын жазып білесіз. Құранды жазып жаттау деген не деген керемет әсер, бұның әсері өте ерекше екені сөзсіз. Бұл әдісті де қолданыңыздар міндетті түрде. Мүмкін үлкен сүрелерде қолдана алмасаңыз, кішкентай, мысалға 30-шы параның соңғы сүрелері бар ғой, Ықылас, Фәлақ, Нас сүрелері деген сияқты. Осы сүрелерде ең болмаса қолдансаңыз болады. Біз мысалға онлайн Құран оқу курсымыз бар, сол жерде осы әдісті қысқа сүрелерде міндетті түрде қолданамыз. Сондықтан тиімді әдіс екендігін өзім сенімді түрде айта аламын, яғни шәкірттерге де қолданып жүргендіктен, сонымен қатар өзім де қолданып көргендіктен бұл әдіс өте тиімді әдіс, құрметті көрермендер. Енді бұл әдіс мароккалықтардан шыққандығы белгілі болып тұр. Ол кезде әрине ең алғашқы шыққан уақытында деректер бойынша тасқа қашап жазған делінеді. Қазіргі уақытта африкандықтардың видеоларын көріп жатсаңыздар, Құран жаттаушы қари балалардың, олардың да жаңағыдай тасқа қашап жазып отырғандарын көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Өте әсерлі, жазып жаттау бұл үлкен бір нығмет деп ойлаймын. Сондықтан бұны да міндетті түрде байқап көріңіздер. Егер сізге ыңғайлы болып жатса, уақытыңыз бар болатын болса, бұл әдісте өте тиімді. Келесі үшінші әдіс, бұл бізде Осман радиаллаху анху кезінде пайда болған әдіс екен. Бұл әдіс енді ерекше әдіс, былайша айтқанда, себебі сіз бұл жерде Құрандағы, мысалға, 40 аяттық бір сүрені алайық, мүмкін Наба сүресі деп алайық, ол сүрені сіз бірінші аяттан бастап жаттамайсыз. Егер Осман радиаллаху анху кезіндегі осы әдіс тәсілді қолданатын болсаңыз, 40-шы аятынан бастап жаттайсыз, яғни соңынан бастап жаттайсыз. Бір сүрені ең соңғы аятынан бастап жоғары қарай жаттау. Әрине бұл жерде ұстазға тапсырған кезде сіз 40-шы аяттан бастап тапсырасыз деген сөз емес, дұрыс емес түсініп қалып жүрмейік. Бірінші аяттан бастап тапсырады, бірақ жаттау әдісі бұл төменнен жоғары қарай. Енді бұны неге бұлай жасалды деген сұраққа келетін болсақ, бұл мысалға көп жағдайда Құран жаттаған кезде бірінші аяттан бастап жаттайтын болсақ, бұл біздің алғашқы бастапқы аятымыз көп қайталана беретін болғандықтан, сіз 20 аят жаттасаңыз да бірінші аяттан бастап айтасыз ғой. Осы себептен бастапқы Құранның басты жаңағы сүренің бас жағы өте жақсы жатталады да, ал соңғы жақтары әлсіз болып жатады көп жағдайда. Әрине бұл барлығында емес, Аллах тағала сондай керемет зейін берген адамдарда, ерекше дарынды адамдарда ондай болмайды деп білемін. Әрине ондай адамдарда бар, бірақ үй жағдайында жаңағыдай қарапайым өзіміз сияқты әйел кісілерде көп жағдайда кездесіп жатады. Мүмкін соңғы жаңағы сүренің соңғы жағына келгенде қуанышпен сондай жаттап бітіп қалдым деген сезіммен, мүмкін соңғы жағын толыққанды жаңағыдай мән беріп, қанша мән беріп жаттағанымызбен мүмкін жаңағыдай немқұрайлық танытатын шығармыз, ол рас шығар. Сондықтан да осылай болатын шығар. Әрине ол Құран жалпы әдептерінде бар ғой, Құранды ұмыттым деуге болмайды, Құран мені ұмыттым деп айтуымыз керек деген. Енді біз қазір әдепке кіріп кетейін деп тұрмыз. Жалпы әдіс тәсілдермен бұл тақырыпты сіздерге басқа видеоларда айта жатармын. Әдіс тәсілдерден ауытқымауға тырысайын. Яғни соңғы аятынан бастап жаттау бұл да өте тиімді әдіс. Жалпы өз басым соңғы аятынан бастап жаттау әдісін қолданбасам да, осыған ұқсас бір әдіс бар. Яғни ол да өте қарапайым, тиімді. Жаңағыдай мынау мидың жұмыс жасау
реттілігін шайқайды деуге болады. Былайша айтқанда, яғни қозғап өзгертіп сізді ерекше әсерленіп жаттауыңызға әсер етеді деуге болады. Мысал үшін бір күнде мен көп жағдайда шәкірттерге 5 аяттан жаттауға беремін. Бір күнде 5 аяттан жаттауға беремін. Егер сол жаттаған 5 аятты сонымен қатар өзіңіз жаттап отырған кезде, мысалы 1-ші аяттан 5-ші аятқа дейін қайталадыңыз ба, енді төменнен жоғары қарай, яғни 5, 4, 3, 2, 1-ші аят деп, осылай міндетті түрде өзіңіз қайтадан қайталап осылай жаттаңыз деп айтамын шәкірттерге. Неге десеңіз, бұл әдіс сіздің жалпы өте үлкен пайдасы бар. Сіздің мынау Алла қаласа, егер де Құран жарыстарына қатысып жатсаңыз, қай аят, қай нөмір, яғни нешінші нөмірдегі аят екенінде есте сақтауға үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар жаңа айтып отырмын ғой, мысалы сіз 1-ші аяттан бастап жаттап келе жатасыз да, 10 аят жаттадыңыз, енді ойлап қараңызшы, 10-ші аяттан қайтадан жоғары қарай айту, бұл бір ойын сияқты көрінеді да, миға солай әсер береді, миға жеңіл келеді. Яғни бұл нәрсенің өзі, жаңағыдай миға жеңіл келуінің өзі сізге ойын сияқты көрінген нәрсе. Яғни бұл жасалу жолы да қызықты әрі сізді жалықтырмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы әдісті де міндетті түрде қолданып көріңіз. Бір күнде 10 аят жаттасаңыз, 10-ші аяттан бастап керісінше айтып көріңіз, солай жаттығыңыз, ол өте үлкен әсері бар. Өз басым солай айта аламын, сенімді түрде. Енді жаңа айтып өттік қой, осы әдіс тәсілдердің қайсысы сіз үшін тиімді, оны қалай анықтауға болады деген сұраққа да жауап береміз деп. Енді міндетті түрде бұл әдіс тәсілдің біреуі сізге өтеді деп айтады ғой, міндетті түрде әсер етеді, яғни тиімді болып келеді. Оны анықтау үшін біз барлық әдіс тәсілдерді қолданып көруіміз керек. Мысалға, бір сүре жаттап жатсаңыз, бір айтылған бір әдіс тәсілді, мысалы ең бірінші айтылған санақ әдіс тәсілін қолданып көріңіз. Келесі екінші сүреде екінші әдіс тәсілді қолданыңыз. Келесі үшіншісінде жаңа мен айтып өткен үшінші әдіс тәсілді қолданыңыз. Соның арасында сізге жүрегіңізге жақын келгені қайсысы, соны өзіңіз таңдап аласыз. Жаңа айтып өткенімдей, сізге санақ әдісінде мүмкін бір аятты, үлкен аят болса да 100 рет санақ жүргізіп қайталау қажет емес шығар. Мүмкін Аллах тағала сіздің сондай Құран жаттаймын деген ниетіңізге қарай зейініңізді ашып қойып, және де бір 5 рет, 10 рет қайталағанда сіз үлкен аят болса да оны жаттап алатын шығарсыз. Ондай болса сіз оны 100 рет қайталамаңыз, себебі сіз одан жалығып кетуіңіз мүмкін. Яғни осылай өзіңізге тиімді жағын қолдана беріңіз. Алла қаласа, Алла жеңілдетсін. Ендеше осылайша видеомызды аяқтайық. Алдағы уақытта жаңа айтып өткенімдей осындай контенттегі қазақша видеолар, жалпы діни уағыз насихаттар, мүмкін алда подкасттар жасайтын шығармын, ойда бар. Егер де келіп тұрсын десеңіздер, міндетті түрде қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз үлкен әсер етеді бұл проекттің жалғасуына. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін, лайк, комментарий, сонымен қатар бөлісіңіздер. Енді бұл нәрсені айтып жатқаным үшін ренжімессіздер деп ойлаймын. Бұл осы YouTube-тың сондай қалыпты жағдайы. Егер ол нәрсе болмаса, бұл контент дамымаса, сіздерге пайдалы деп таппайды. Осы нәрселерді жасасаңыздар, YouTube ол бұл контенттің пайдалы екендігін біліп, жаңағыдай дамытады. Сондықтан осы үшін сұрап жатырмын. Жақсы, міндетті түрде де басқа қыз-келіншектерге осы видеоны бөлісіп, пайдалансын, Құран жаттауға қадам бассын деген ниетпен осылай видео түсіріп жатырмыз. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.